Карантинде не істеріңді білмейсің ба? Карантинді қызықты әрі пайдалы өткізгің келе ме? Онда осы видеоны көр. Всем шын сәлем. Еліміздегі жағдайларға байланысты біз барлығымыз үйде отырудамыз. Яғни коронавирустың кесірінен бүкіл әлем карантинде. Сондықтан бүгін мен карантинде не істеуге болатынын айтып көрсетемін. Бірінші, ол кітап оқу. Түсінем, көбісі кітап оқуды ұнатпайтын шығар. Мен де ұнатпағам. Бірақ кітап оқу бастағаннан кейін мен оның қызық екенін түсіндім. Сондықтан достар, кітап оқу бастайық. Ал мынау менің ең бірінші кітабым. Карантинде айналысуға болатын екінші іс ол спортпен айналысу. Барлығы спортпен шұғылдану пайдалы екенін біледі. Бірақ оларға шұғылдануға уақыты жетпей жатады. Сондықтан спортпен шұғылданатын Түсінбе? Енді барсай. Жарайды, осы видеоны көріп алшы. Үшінші іс ол бөлмені жинау. Неге бөлмені жинау деп сұрасаңыздар? Біріншіден, бөлмеңіз таза болады, және екіншіден, ішіңіз пыспайды. Сондықтан оны жазып алсаңыз болады. Бөлмені жинау проверено экспертом. Енді ең соңғы және ең қызықты іске көшейік. Және ең қызықты және ең соңғы іс ол кино көру. Мен сіздерге топ 10 маған ұнаған киномды дайындап қойдым. Оны сіздер видеоның описаниясында таба аласыздар. Ол кинолар сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк қойды ұмытпаңыздар. Үйде отырайық, ауырмайық достар.